Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Қазіргі уақытта оқушылардың көпшілігі өз уақыттарын әлеуметтік желілер мен ұялы телефонда, яғни виртуалды ортада өткізеді. Оларды шынайы қарым-қатынасқа тарту үшін мен осындай зейін мен зият деген зияткерлік үстел ойынын құрастырдым. Бұл ойынның мақсаты оқушылардың зияткерлік қабілеттерін шыңдау, олардың күнделікті өмірде алған ақпараттық білімдерін толықтырып, нақтылап, қорытындылап отыру. Бұл ойын, яғни оқыған кітапты талдауға, өз ойын еркін жеткізуге, сыныптастарымен жағымды қарым-қатынас орнатуға бағытталған. Бұл ойынды ойнау үшін екі қатысушы немесе екі команда қажет болады. Командалар өздерінің кезектерін анықтағаннан кейін мына сандық текшені лақтыру арқылы қадам санын анықтайды. Яғни бірінші топ 4 қадам жүреді. 4 сан түскенден 2, 3, 4. Осы суретке сәйкес картаны тауып алып, картадағы сұраққа жауап береді. Яғни мына жердегі сұрақтардың барлығы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына бағытталған. Бұл әмбебап ойын тақтасы болғандықтан, бұл жердегі сұрақтарды тақырыпқа сәйкес ауыстырып отыруға болады. Оқу-ағарту министрлігінің тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті ұйымдастырған біртұтас тәрбие, ұлттық құндылықтар мен заманауи қоғам үндестігі атты республикалық семинарда зейін мен зият зияткерлік үстел ойынын таныстырдым. Қатысушылар тарапынан қызығушылық тудырды. Бұл ойындағы сұрақтар мен тапсырмалар мәтінді талдауға, мәтін мазмұнын түсінуге, түйінді ойды табуға үйретеді. Нәтижесінде балалар тек оқып қана қоймай, оқығанын саралап, пікірін білдіре алады. Осылайша зейін мен зият бүгінгі күннің басты мәселесі болып отырған ұялы телефонға тәуелділікті азайтып, оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Бұл ойынды қала ұстаздарына тамыз форумында таныстырдық. Бұл ойынды физика, математика, биология, химия пәндерінде де пәнаралық байланыс ретінде қолдануға болады. Сабақты қорытындылауға, түйіндеуге өте таптырмас жақсы жоба.